Қайырлы күн баршаңызға. Бір стакан сүттен осындай керемет болып шығатын құймақ дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде менде құймақтың рецептісі 400 грамм сүтке жасағанмын, көптеу қылып. Сіздер 200 грамм аз мөлшерде жасасаңыздар болады. Одан кейін үстіне сүтімізді құйып аламыз. Тұзымызды, жарты қасық ас содамызды салып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап алып, жартысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ыстық суымызды құямыз, жылдам араластырамыз, себебі ішіне жұмыртқасы пісіп кетпес үшін. Қалған ұнымызды салып, қайтадан араластырып аламыз. Екі ас қасық сұйық майымызды құямыз. Табамызды алдын ала қыздырып алып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Табамызға май жақпайсақ та болады, құрғақ күйінше. Осылай жабыспай барлығы әдемі шығады. Ары қарай барлығын осылай пісіріп аламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, құймақтарыңыз жабыспай, жыртылмай, қызарып, әдемі болып шығады. Видеоны толықтай қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Міне бізде осылай құймақтарымыз барлығы дайын болды. Бір жасағаннан жабыспай, жыртылмай, әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер.